Баршаңызға сәлем. Каналға қош келдіңіздер. Орыс тілін үйренуді сіздермен әрі қарай жалғастырайық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл предложный падеж. Ендеше кеттік. Алдымен предложный падежді күнделікті өмірде қай кезде қолданамыз, сол туралы айтып кетейік. Ең бірінші объект речи и мысли. Яғни қандайды бір адамға, қандайды бір затқа байланысты сөйлеу, ойлау. Мысалы, я думаю о маме. Я думаю о ком? О маме. Мен кім туралы ойлап тұрмын? Мен анам туралы ойлап тұрмын. Екіншісі местоположение. Мысалы, я живу в Астане. Я живу где? В Астане. Мен қайда тұрамын? Астанада тұрамын. Үшіншісі бұл транспорт туралы айтқанда қолданамыз. Мысалы, мы едем на автобусе. Мы едем на чем? На автобусе. Біз немен келе жатырмыз? Біз автобуспен келе жатырмыз. Енді әрбіреуіне тоқталайық. Біріншісі бұл объект речи и мысли. Бұл жерде бізде екі сұрақ қойылады: о ком және о чем. Кім туралы? Мысық туралы, о коте. Не туралы? Кітап туралы, о книге. О чем? О книге. Осы етістіктерден кейін біз предложный падежді қолданамыз. Мысалы, думать, мечтать, вспоминать, помнить, говорить, разговаривать, спрашивать, заботиться. Және де бұл жерде біз о ком және о чем деген сұрақты қоямыз. Думать о ком, думать о чем. Мечтать о ком, мечтать о чем. Вспоминать о ком, вспоминать о чем. Помнить о ком, о чем. Говорить о ком, о чем. Және тағы басқа. Енді мысалдарға тоқталайық. Я спрашиваю о книге. Я спрашиваю о чем? О книге. Мен не туралы сұрап тұрмын? Мен кітап туралы сұрап тұрмын. О книге деген сөз предложный падежде тұр. Девочка думает о цветке. Думает о чем? О цветке. Не туралы ойлап тұр? Гүл туралы ойлап тұр. Яғни бұл жерде о цветке деген сөз предложный падежде тұр. Келесі, мы разговаривали о фильме. Разговаривали о чем? О фильме. Не туралы сөйлестік? Фильм туралы. Бұл жерде о фильме деген сөз предложный падежде тұр. Келесі, преподаватель говорит об экзамене. О чем говорит? Об экзамене. Ол не туралы айтып тұр? Ол экзамен туралы, емтихан туралы айтып тұр. Бұл жерде об экзамене бұл предложный падежде тұр. Келесі, он заботится о младшем брате. Бұл жерде о младшем брате предложный падежде тұр. Заботится о ком? О младшем брате. Келесі бұл екіншісі бұл местоположение туралы айтқанда предложный падежді қолданамыз. Және осы етістіктерден кейін біз предложный падежді қолданамыз. Мысалы, жить, родиться, учиться, работать, отдыхать, обедать, находиться, гулять. Жить где? Родиться где? Учиться где? Работать где? Отдыхать где? Және тағы сол сияқты. Бұл сөздерден кейін біз предложный падежді қолданамыз. Енді мысалдарға тоқталайық. Она живет в Лондоне. Ол Лондонда тұрады. Она живет где? В Лондоне. Ол қайда тұрады? Ол Лондонда тұрады. Осы жерде в Лондоне деген сөз предложный падежде тұр. Келесі мысал, я учусь в школе. Мен мектепте оқимын. Мен қайда оқимын? Мен мектепте оқимын. Я учусь где? В школе. Осы жерде в школе деген сөз предложный падежде тұр. Келесі, мы гуляли в парке. Біз саябақта серуендедік. Біз қайда серуендедік? Саябақта. Мы гуляли где? В парке. Осы жерде в парке деген сөз предложный падежде тұр. Келесі, я работаю в офисе. Я работаю где? В офисе. Мен қайда жұмыс істеймін? Мен кеңседе, офисте жұмыс істеймін.
Демек, в офисе деген сөз предложный падежде тұр. Үшіншісі бұл транспорт туралы айтқанда біз предложный падежді қолданамыз. Және на чем деген сұрақты қоямыз. Және ехать, ездить, лететь, летать, плыть, плавать деген етістіктерді қолданамыз. Транспортқа кеме, яхта, ұшақ, такси, әуе шарын, КамАЗды, автобусты, машинаны, көлікті, осының барлығы транспортқа жатады. Ехать, ездить етістіктерін машина, мотоцикл, велосипед, автобус, поезд, метро сөздермен қолданамыз. Ал орыс тілінде бұл на машине, на мотоцикле, на велосипеде, на автобусе, на поезде, на метро болады. Яғни бұл жетістіктер глаголы движение болып табылады. Бұл туралы менің YouTube каналымда сабақ бар. Соны көрсем болады. Лететь, летать бұл ауадағы қозғалыс. Бұған біз ұшақты, вертолетті, әуе шарын жатқызамыз. Сонда на самолете, на вертолете, на воздушном шаре болады. Келесі бұл плыть, плавать. Бұл судағы қозғалыс. Сонда на лодке, на корабле, на лайнере, на яхте деп қолданамыз. Енді мысалдарға тоқталайық. Мы едем в университет на автобусе. Біз университетке автобуспен жетеміз. Осы жерде на автобусе деген сөз предложный падежде тұр. Мы едем на чем? На автобусе. Біз немен жетеміз? Автобуспен жетеміз. Келесі, я редко езжу на такси. Мен таксимен өте сирек жүремін. Осы жерде на такси деген сөз предложный падежде тұр. Езжу на чем? На такси. Он летит на воздушном шаре над полями. Осы жерде на воздушном шаре предложный падежде тұр. Он летит на чем? На воздушном шаре. Ол немен ұшып келеді? Ол әуе шарымен ұшып келеді. Келесі, в школу я еду на метро. Мен мектепке метромен жетемін. Еду на чем? На метро. Осы жерде метро сөзі предложный падежде тұр. Келесі, мы летим на самолете в Париж. Мы летим на чем? На самолете. Біз немен ұшып келеміз? Біз Парижға немен ұшып келеміз? Ұшақпен. На самолете бұл предложный падежде тұр. Келесі, она плывет на корабле вдоль берега. Она плывет на чем? На корабле. Ол немен жүзіп келеді? Ол кемемен жүзіп келеді. Осы жерде на корабле сөзі предложный падежде тұр. Сонымен енді предложный падеждің предлогтарына тоқталайық. Осы жерде о, об, оба, в, во, на, при деген предлогтарды қолданамыз. Енді әрбіреуіне тоқталайық. О, об, оба қай кезде қолданамыз? Әрбіреуіне тоқталайық. О предлогын егер сөз дауыссыз дыбысқа басталса, және я, е, ё, ю әріптеріне басталса, онда о предлогын қолданамыз. Мысалы, о коте, о яблоке, о пицце. Бұл жерде кот және пицца сөзі дауыссыз дыбысқа басталып тұр. Неге бұл жерде бізде я, е, ё, ю осы ережеге жатады? Себебі бұл әріптер екі дыбыстан тұрады. Мысалы, я дыбысын алайық. Я бұл қысқа и және аның қосындысы. Яғни қысқа и бұл жерде дауыссыз дыбыс. Сол себепті де бұл ережеге я, е, ё, ю әріптері кіреді. Енді об предлогына тоқталайық. Ал егерде сөз дауысты дыбысқа басталса, онда біз об предлогын қолданамыз. Мысалы, об экзамене, об Америке, об университете. Бұл жерде экзамен, Америка, университет сөздері дауысты дыбысқа басталып тұр. Келесі бұл оба. Бұл предлогты біз есімдіктермен қолданамыз. Мне, всем, всей, всех деген сөздермен. Обо мне, обо всем, обо всей,
обо всех. Сонымен тағы да қайталайық. О предлогын егер сөз дауыссыз дыбысқа басталса және я, е, йо, ю болса, онда о предлогын қолданамыз. Ал егер дауысты болса, об предлогын қолданамыз. Ал егер есімдік болса, онда оба предлогын қолданамыз. Енді в және во предлогына тоқталайық. Қай кезде в, қай кезде во предлогын қолданамыз. В предлогын дауыссыз және де дауысты әріпке басталған сөздермен қолданамыз. Мысалы, в аптеке, в школе, в Астане, в доме. Аптека және Астана сөзі дауысты әріпке басталған. Ал школа және дом дауыссыз әріпке басталған. Во предлогын екі дауыссыз дыбыс қатар келген кезде қолданамыз. Және де в, ф әріптері кіреді. Келесі в және на предлогына тоқталайық. Қай кезде в, қай кезде наны қолданамыз. Бірінші критерий бұл ішінде болса, в предлогын қолданамыз. Мысалы, в шкафу, в коробке, в холодильнике, в полке. Ал егер үстінде болатын болса, онда на предлогын қолданамыз. На предлогын қолданамыз. Мысалы, на шкафу, на коробке, на холодильнике, на полке. Екінші критерий бұл кеңістік бойынша. Егер де жабық кеңістік болса, онда в предлогын қолданамыз. Мысалы, в кафе, в магазине, в здании, в аптеке. Ал егер ашық кеңістік болса, онда на предлогын қолданамыз. Мысалы, на улице, на стадионе, на вокзале. Енді үшінші критерий мемлекет, қала, ауыл, ел болса, в предлогын қолданамыз. Мысалы, в Казахстане, в России, в Астане, в Москве. Арал, остров және де бағыт туралы айтсақ, мысалы, шығыс, солтүстік, онда на предлогын қолданамыз. Мысалы, на Кубе, на Кипре, на юге, на востоке. Енді предложный падеждің көмекші сөзіне тоқталайық. Көмекші сөзі бұл думаю. Думаю о ком? Думаю о чем? Кім туралы, не туралы ойлаймын. Бұл жерде о ком жанды зат есімдерге қолдансақ, о чем дегенде предложный падежде окончание қалай өзгереді? Соған тоқталайық. Предложный падежде осы мужской, женский және средний родта екі окончание ғана жалғанады. Бұл е және и. Енді қай кезде е, қай кезде иді жалғаймыз. Мужской родқа жатса, дауыссыз дыбыс, қысқа и, жіңішке белгісі болса, онда ені жалғаймыз. Мысалы, доктор, оған ені жалғаймыз, сонда предложный падежде докторе болады. Преподаватель, ені жалғаймыз. Преподаватели. Музей, қысқа иға аяқталып тұр, ені жалғаймыз, музей болады. Келесі, а аяға аяқталса да ені жалғаймыз. Мысалы, папа, ені жалғаймыз, папе. Дядя сөзіне ені жалғаймыз, дяде болады. Сонымен қатар мужской родта и деген сөздер бар. Бұл санаторий, Валерий деген сөздер. Бұл сөздерге и дегенді жалғаймыз. Предложный падежде санаторий, Валерий болады. Енді женский родқа тоқталайық. Егер сөз а немесе яға аяқталса, онда ені жалғаймыз. Мысалы, мама, ені жалғаймыз, маме болады. Тетя, оған ені жалғаймыз, тете болады. Песня сөзі яға аяқталып тұр, оған ені жалғаймыз, песне болады. Ручка сөзі аға аяқталып тұр, оған ені жалғаймыз, ручке болады. Келесі, егер женский род и я жіңішке белгісіне аяқталса, онда біз иді жалғаймыз. Мысалы, аудитория, оған иді жалғаймыз, аудитория болады. Россия сөзіне иді жалғаймыз, Россия. Енді жіңішке белгісіне аяқталатын тетрадь сөзіне иді жалғаймыз, сонда тетради болады. Келесі бұл средний род. Средний родқа біз о және ені жатқызамыз. Предложный падежде бұл сөздерге ені жалғаймыз. Мысалы, окно оға аяқталып тұр, ені жалғаймыз, окне болады. Кресло, ені жалғаймыз, кресле.
море сөзіне ені жалғаймыз, яғни е болып қала береді, сонда море болады. Ал егер средний родқа е болса, онда иді жалғаймыз. Сонда упражнение еге иді жалғаймыз. Сонда предложный падежде упражнение, задание деген сөзге иді жалғайық. Сонда предложный падежде задание болады. Ал здание деген сөз предложный падежде здание болады. Енді тағы бір рет қайталап шығайық. Женский род аяға аяқталса, ені жалғаймыз. Я немесе жіңішке белгісіне аяқталса, онда иді жалғаймыз. Мужской родта иден басқасының төгіліне ені жалғаймыз. Яғни дауыссыз дыбысқа аяқталса, қысқа иға аяқталса, жіңішке белгісіне аяқталса, аға аяқталса, яға аяқталса, ені жалғаймыз. Ал егер иға аяқталса, онда иді жалғаймыз. Средний родта еге ені жалғаймыз, ал еге аяқталса, онда иді жалғаймыз. Енді практикаға тоқталайық. Я живу в город. Мен қалада тұрамын. Осы жерде в город деген сөзді предложный падежге өзгертейік. Алдымен бұл сөз қай родқа жатады. Дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Бұл бізде мужской род. Предложный падежде дауыссыз дыбысқа аяқталған мужской родқа ені жалғаймыз. Дұрыс жауабы я живу в городе болады. Келесі. Книги лежат на стол. Кітаптар столдың үстінде жатыр. Осы жерде стол деген сөзді предложный падежге өзгертейік. Стол сөзі қай родқа жатады? Бұл сөз мужской родқа жатады. Және де бұл сөзге біз ені жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы книги лежат на столе. Келесі. Мы говорим о погода. Біз ауа райы туралы сөйлесіп тұрмыз. Осы жерде погода сөзін предложный падежге өзгертейік. Погода сөзі аға аяқталып тұр, женский родқа жатады. Бұл сөзге біз ені жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы мы говорим о погоде. Келесі. Он пишет о путешествии. Ол саяхаттау туралы жазып отыр. Осы жерде путешествие деген сөзді предложный падежге өзгертейік. Бұл сөз қай родқа жатады? Бұл сөз еге аяқталып тұр. Яғни средний род. Бұл сөзге біз дегенді жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы он пишет о путешествии. Болады. Келесі. Я читаю статью о природа. Мен табиғат туралы мақала оқып отырмын. Осы жерде природа деген сөзді өзгертейік. Бұл сөз женский родқа жатады, себебі аға аяқталып тұр. Және де бұл сөзге біз ені жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы я читаю статью о природе болады. Келесі. Я работаю в офис. Мен кеңседе офиста жұмыс істеймін. Осы жерде офис деген сөзді өзгертейік. Бұл сөз дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Яғни мужской род. Ал предложный падежде осы сөзге ені жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы я работаю в офисе болады. Енді келесі. Зарина думает о работа. Зарина жұмыс туралы ойлап отыр. Осы жерде работа деген сөзді предложный падежге өзгертейік. Бұл сөз аға аяқталып тұр. Работа сөзі аға аяқталып тұр. Бұл женский родқа жатады. Және де ені жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы Зарина думает о работе болады. Келесі. Кошка спит на диван. Мысық диванның үстінде ұйықтап жатыр. Осы жерде диван деген сөзді предложный падежге өзгертейік. Бұл сөз мужской родқа жатады, себебі дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Және де оған ені жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы кошка спит на диване болады. Келесі. Она работает в школа. Ол мектепте жұмыс жасайды. Школа деген сөзді предложный падежге қояйық. Бұл сөз женский родқа жатады, себебі аға аяқталып тұр. Және де бұл сөзге біз ені жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы она работает в школе болады. Сонымен бүгінгі сабақта предложный падежді күнделікті өмірде қай кезде қолданатынымызды талқыладық. Мысалдар келтірдік. Әрбір предлогтарға тоқталдық. Айырмашылығын қарастырдық. Көмекші сөзін білдік. Окончание қалай өзгеретінін тоқталдық.
үш родта қандай окончание алатынын қарастырдық және практика жасадық. Келесі сабақта кездескенше.